Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді булочкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар: сүт, шекер, тұз, сары май, сұйық май, жұмыртқа, дрож және де ұн қажет болады. Жылы сүтімізге шым-шым тұзымызды себеміз. Үстіне сұйық май құямыз. Дрожжымызды саламыз. Шекер саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болдық. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мінеке, қамырымыз дайын, бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Бетіне штрезель дайындаймыз. Бізге ұн, бөлме температурасындағы сары май мен шекер қажет. Үшеуін араластырып, осындай комочек дайындаймыз. Мінеке, дайын. Қамырымыз да дайын болды. Өз қалауыңыздағыдай формаға келтіріп аласыздар. Мен осындай дөңгелек пішінді жасадым. Формаға келтірілген булочкаларымызды біртіндеп табаға жайғастырамыз. Мінеке, барлығын жайғастырып болдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Дайындап қойған штрезелімізді толығымен булочкидің бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеке, қыздар, булочкиіміз дайын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Келесі рецепті жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар.